Мысалға айтайық, көшеде келе жатсаң, біреудің портмонесі түсіп қалған да. Оны алып бірден, ой, жақсы болды ғой деп банкоматқа салып тастауға саған харам болады ол. Неге сен біреудің ақшасын салып тастайсың өзіңе? Біреудің телефоны түсіп қалған қалтасынан. Ой, жақсы болды ғой, чипті лақтырып жіберіп, чипін салып алып, Алла берем десе бере салады екен ғой, деп қойып, өзіңе адалдап алуға болмайды ол нәрсе. Ол саған харам болады. Өйткені кімдікі ол? Біреудікі ғой ол. Сол үшін мұсылман адам өзінің дүниесін қалай сақтаса, өзгенің дүниесін де сақтау керек. Іздестіріңіз. Ішінде қараңыз, біреудің аты жөнін басса, соған звондаңыз. Телефон жазылып тұрған шығар мүмкін, Сондай не, бауырлар, харам нәрсемен сақтаған адамды шайтан дұшпан екен. Қалай дұшпан болады? Сізге көп ой салады. Ой, саған адал деп қояды, 3 мәрте айқайлада кете бер дейді. Ол біреу айтады, жай айту керек па, қатты айту керек па дейді. Жай біреу айтады, жай айтсаң да болады екен, айттың ғой деп қояды. Кімдікі де қалтаңа салды жүре бер дейді. Жоқ, ондай емес, бауырлар.